кімде-кім жамағатпен құптан намазын келіп оқыса, оған түннің жартысын құлшылықпен өткізгендей сауап жазылады. Ал кімде-кім таң намазын жамағатпен өткізетін болса, оған түннің барлығын құлшылықпен өткізгендей сауап жазылады. Бірақ басқа муттафақун алейхи, Бұхари мен Муслимде келеді тағы хадисте не деді? Ал 200 адамға таң мен құптанды жамағатта оқу қиын деді. Өйткені негізгі жамағат таң мен құптанға жиналады. Таң мен құптан 200 адамға қиын болатын болса, ал таң мен құптаннан қалмаған адам 200 сипаттан айырылады деген сөз. Таң мен құптанға қалмай келе берген, жамағаттың арасында жүре берген адам осы жамағатпен сіңісіп, сол жамағаттың ішіндегі айтылатын әңгіме оның бойына сіңеді. Болды, сөйтіп ол 200 сипатта